Саны алтылықтар, әр айдың 6-сы, 15-і, 24-і туылғандар. Бұл кісілер эмоцияда дүниеге келген кісілер, өте жоғары эмоциядағы адамдар. Бұл кісілер махаббатты, жайлылықты қалайды. Бұл кісілердің жаны творчество арқылы жүзеге асады. Творчествомен айналса шаршамайды екен. Барлық адамдарды бір энергиямен өмірге алып келсе, алтылықтарға жаратушы екі энергиямен өмірге әкелген екен. Жоғарыдан даналықтың энергиясын, төменнен сексуалдық энергияны берген екен. Алтылықтар тек жайлылықты қалайтын адамдар екен. Жайлылық ала алмаса азап шегетін кісілер екен. Жаратушы алтылықтарды жақсы көреді екен. Үштіктерді жаратушы қаласа, бестіктің аузымен сөйлесе, алтылықты жақсы көреді екен. Дана кісілер екен. Алтылық балаларыңыз болса, сіздермен бірге ақыл айтады. Плюсте советник, жүрген жері табысты адамдар. Минуста кекшіл кісілер. Алтылықтар оңайлықпен ашуланбайды, бірақ қатты ашуланса эмоцияға беріліп кекшілдікке айналады екен. Арнайы кектенбейді, бірақ энергиясы солай кекшілдікті қалап тұрады екен. Кекшілдік кетіп қалады екен. Алтылықтар бұл дүниеге өздерінің жағдайларын жасау үшін, махаббат пен сүйіспеншілікке бөлену үшін, биік шыңдарға жету үшін келген адамдар. Олар өзінің барлық жағдайын жасап, яғни жайлылықты сезінгенде ләззат алады және рахаттанады. Алтылықтар Алланың сүйіспеншілігіне бөленген ерекше адамдар, сондықтан олар несібелі болып жаратылған. Алтылықтарды қоғамның жауһарлары деп атауы да тегін емес. Олар бар болғаны 3-ақ%. Оларға жүрек тұсына гауһар, бриллиант тағып жүру міндетті түрде қажет. Алтылықтар ерекелегенді, сүйікті болғанды, құшақтағанды, сүйгенді, сезімталдылықты және комфорттықты жақсы көреді. Бұл өмірден ләззат алуды қалайтын адамдар. Санасы жайлылыққа, махаббат пен жыныстық құмарлыққа бағытталған. Алтылықтардың бойларында туа біткен даналық қасиеттері бар. Олар өте жақсы кеңесші, тәлімгер, ақылшы және билікте бола алады. Өйткені бұл адамдарда өмірдің терең түсіну қабілеті бар. Үйіңізге алтылықтар қонаққа келетін болса, оған ең әдемі әрі жайлы, ыңғайлы көрпе төсекті дайындаңыз. Егер кресло мен орындық қатар тұрса, олар ең жайлы креслоны таңдайды. Алтылықтардың көбі оқуды мүлдем ұнатпайды. Олардың барлық білімдері үстірт. Олар кітапты да аяғына дейін оқып бітірмейді. Олар өз көзқарастарын өзгерте отырып терең, ақиқат білім алса, даналықты тек білім арқылы беретін адамдар. Алтылықтар жанын қинап бірнеше жұмыстарды қатар орындап, жан кешті көп жұмыс жасаса, жаратушы олардың аяғын байлап тастайды. Алтылықтар шығармашылықпен айналысса, эмоциясын басқара алмаса, онда жан дүниесі өмірден орын таппай қиналады екен, дағдарысқа ұшырайды екен. Алтылықтар плюста махаббат, даналық, ақылшы және махаббатты қалайды. Махаббатты жандары сүйеді. Ал минуста өте кекшіл, кек алғыш жандары, кек алған жақсы көретін жандар.